Сиам егіздері. Сиам егіздері ғалымдардың түсіндіруінше жұмыртқа клеткаларының бөлінбеуінен пайда болатын көрінеді. Дүниеге келетін егіздердің жүрегі бөлек болса да, тәндері бір-бірінен ажырамаған күйі туылады да, өмір бойы осылай өтеді. Мұның себебі неде екендігі жөнінде диагноздар нақты емес, болжаулардың бір-бірімен басы бірікпейді. Шатасатындай да себеп бар. Кейбір егіздерде мидың белгілі бір бөліктері ортақ болып шығады да, бұл да Алла тағаланың құдіреті шексіздігін аңғартатын құбылыс. Статистиктердің есептеуіне сенсек, әрбір 200 мың толғақтың біреуінде осындай ажырамас сәбилер дүние есігін ашатын көрінеді. Оның жартысына жуығы өлі туылатындықтан сиам егіздері әлемде тым сирек кездеседі. Бұлардың дене құрылысы да түрліше болып туыла береді екен. Кейбір егіздерде 3 аяқты болып өмірге келген. Бүйректері ортақ егіздерінде болғаны дәлелденген. Сондай-ақ сиам егіздерінің басым бөлігі әйелдер, шамамен 70-75%. Ғылым қаншалықты қарыштап дамыса да, осы мәселенің алдын алуға келгенде күні бүгінге дейін қауқарсыз. Ерте замандағы адамдар мұндай егіздерден шошынып, ақыр заманның белгісі деп оларды өлтіріп тастай берген. 1811 жылы Сиам қаласында, қазіргі Таиландтың аумағында, Энг және Чанг атты бір-бірінен тәндері ажырамаған егіздер өмірге келеді. Олардың кәдімгі адамдарша өмір сүріп, 20 жастарында апалы сіңлілі қыздарға үйленіп, 24 перзент сүйгенін сіз бәлкім білмейтін боларсыз. 1874 жылы әуелі Чангтың жүрегі тоқтайды да, оны пневмониядан көз жұмды деген деректер бар. Бұл кезде Энг тәтті ұйқы құшағында жатады. Чангтың о дүниелік болып кеткенін ешкімде аңғармайды. Ұйықтап жатыр деп үйіндегілер қаннен қаперсіз жүре берген. Чангтың өлімінен соң 3 сағаттай өткенде ғана оянған Энг өзінің серігінің жаны үзілгенін көріп, көкірегі қайғыдан қарсы айырылады да, дені сап-сау болса да, ана дүниеге аттанып кете барған. Жалпы тарихтағы ең танымал ажырамас егіздер де осы Чанг пен Энг болатын. Олар тіпті цирк өнерпаздарының құрамына ілесіп, гастрольдерге де барады екен. Сиам егіздері атты терминнің де қолданысқа енуіне осы екеуінің танымалдылығы себепші болған. Одан да арғы тарихты ақтарар болсақ, Қытай жылнамашысы Хоу Ханшу жазбаларында 179 жылы 2 басты баланың болғандығы жайлы мәлімет бар. Ал батыстық елдерде мұндай ерекше туған сәбилер жайлы дерек алғаш рет 945 жылы тіркелген. Арменияда дүниеге келген сәбиді емдеу үшін Константинопольға дейін барған екен. Ал 1100 жылы Англияда дүниеге келген апалы сіңлілі ажырамас егіздер Мери мен Элайза 34 жыл өмір сүрген. Менің білуімше, мұндай егіздерді ажырату үшін жасалған алғашқы сәтті операция 2001 жылы Сингапурде іске асқан. Непалда туылған Ганга мен Джамунаны оты арқылы өзге де дені сап-сау адамдарша өмір сүруіне жағдай жасаған. Дәл қазіргі таңдағы көзі тірі ажыратылмаған тума егіздердің ең ересегі Огайо штатында тұрады. Олардың есімдері Рони және Дони Галондар.